Каспий теңізінің Қазақстанға қарасты айдынында 5 браконьер құрықталды. Кезекті рейдке шыққан су полициясы мен балық инспекциясының қызметкерлері алыстан байда қайығын байқаған. Қасына жақындап қайық ішіндегі адамдардан құжаттарын көрсетуді өтінген. Ал шетел азаматтары құзырлы органдарының талабын орындаудың орнына қарсылық көрсетіп оқ жаудырған. Одан соң ізін жасырмақ болады. Браконьерлердің ізіне түскен теңіз сақшылары шекара қызметінің көмегіне жүгінуге мәжбүр болады. Араға 15 минут салып оқиға орнына тікұшақ жетеді. Десантшы шабуылшылар заставасының шекарашылары жоғарыдан оқ атқан соң барып, браконьерлер амалсыздан берілген. Енді олар қылмыстық кодекс біздің заңмен, біздің Қазақстан Республикасының сотымен сотталғасын, біздің Қазақстан Республикасының аумағында жазасын өтейді. Себебі қылмысты олар осында. Қылмысты біздің Қазақстан мемлекетінің территория аумағында жасап тұр. Келіп, қасақана әдей біздің мемлекеттік шекарамызды бұзып өтіп біле тұра. Каспий теңізінде негізгі заңсыз бекіре тұқымдас болған. Бұған шекара қызметі, балық қорғау инспекциясы біріккен жоспар бойынша осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кеше 11 қазан күні Каспий теңізінен, Қазақстан Республикасына тиесілі Каспий теңізінен біздің шекараны бұзып өтіп, Маңғыстаудың аймағына заңсыз бекіре тұқымдасын аулаған Дағыстан азаматтары ұсталды. 5 азаматы байда қайығымен. Ұстау кезінде қарсылықтар болды. Сондықтан біздер оларды атып, оқ атып ұстауға мәжбүр болдық. Ұсталған шетел азаматтарының өздерімен бірге теңізге шығып, балық аулауға рұқсат ететін және жеке бастарын анықтайтын құжаттары болмай шықты. Полицейлер байда моторлы қайығын тексеру барысында жүзу құрал саймандары, 200 метрлік балық ауы және 115 келі бекіре тұқымдас балықтар табылып тәркіленді. Каспий теңізінің Қазақстан айдынында заңсыз балық аулаумен айналысқан Дағыстан тұрғындарына қылмыстық кодексінің 287 бабы бойынша айып тағылды. Тергеу шаралары жалғасуда. Ол ұсталған кезде өздерінің ауызша айту бойынша біз Дағыстан Республикасының азаматтарымыз деді, ешқандай тиісті құжат жоқ. Сондықтан ол жеке басын анықтау үшін осы ішкі істер департаментіне келіп, тіркеліп, Дағыстан Республикасы азаматы екені қазіргі уақытта анықталды. Қазір қамауда отыр олар. Ең қазіргі бізге проблема болып тұрғанымыз Каспий теңізінде заңсыз бекіре тұқымдасын алушы Дағыстан елінің азаматтары. Ең көп солар. Біздің жұмысым негізі солай, жалғаса да береді. Алдағы уақытта осы 10-19 алдымызда та браконьер шарасы келатыр. Соны өткіземіз, бірігіп шекара қызметтері жұмылдырады. Бұл жұмыс жалпы еліміздің пайдасы үшін жасалып жатқан жұмыс қой. Негізі осы су полиция бөлімінің жұмысы заңсыз бекіре тұқымдас балық аулаудың алдын алу, аулаудың жолын кесу біздің жұмысымыз. Сонымен айналысамыз негізі. Каспийде орын алып отырған заңсыз балық аулау деректеріне қарсы әрекет ету бойынша құқық қорғау мен уәкілетті органдар бірлескен жұмыстар атқарып келеді. Талдау көрсеткенде соңғы кездері қылмыстың осы түрі күрт өсіп отыр. Мұндай заңсыз әрекеттерден мемлекет миллиондаған шығынға ұшырап отыр. Мәселен, үстіміздегі жылдың 9 айында браконьерлерден келген шығын 6 миллион 753 мың теңгені құрады. Соңғы уақыттарда браконьерлік неғұрлым ұйымдасқан түрге айналып барады. Олардың материалдық техникалық жабдықталуы деңгейі арта түскен. Олар құқық қорғау органдарына қарсылық көрсетуге де тайынбайды. Қазіргі уақытта су полициясының қызметкерлері бекіре тұқымдас балықтардың заңсыз аулау фактілерін анықтау мен олардың жолын кесу жұмыстарының тиімділігін күшейтуге бағытталған шараларды күшейткендерін айтады. Ішкі істер департаменті бастығының бұйрығына сәйкес рейдтік шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Браконьерлердің жолын кесіп Каспий теңізі айдынының биоресурстарын қорғау мақсатында теңіз сақшылары арнайы операцияларды жалғастыруда. Не себеп нарушать етіна? Киім салынған жерге машина қоясыз? Асығыс шаруаларымен. Жол жүру ережесін бұзғанды мойындайсыз ба? Мойындаймын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес қарашаның 12 мен 16 аралығында қауіпсіз апта атты шұғыл алдын алу шарасы өтуде. Осы орайда жол үстінде тәртіп орнатуды көздеген инспекторлар рейд өткізуде. Шараның мақсаты жол қозғалысы ережелерін бұзу деректерін анықтау мен апат салдарының алдын алу. Оған жол полициясының патрульдік қызметтері облыс жолдарында 3 ауысыммен бақылау жұмыстарын жүргізуде. Аталмыш шараға жол полициясы басқармасының жеке құрамы толығымен жұмылдырылып отыр. Ең қауіпті саналатын аймақтарға 2-3 инспектордан бөлінген. Шара аясында жол қауіпсіздігін сақтауды және жолға өте мұқият болуын сұрар едік барлық жүргізушілерден және жаяу жүргіншілерден. Бүгін таңда апаттың алдын алу мақсатында біз жұмыс барлық бағытта жандандырып жатырмыз.
оған бізді бірден бір осы жүргізушілер көмектесу керек бізге. Қазір жол Ақтау қаласына уже қанша көлік артық келіп жатыр. Соған байланысты мен қалада тек тәртіп сақтауды сұраймын. Біздің қаламызда қазір көліктің санының күрт көбеюіне байланысты жол көлік оқиғалары күрт көбейді қазір. Соған байланысты біз осы шараны жүргізіп отырмыз. Осының алдын алу тұрған қазіргі мына осы орталық көшенің бойы. Достық алаңы, Аман сауда орталығы, 28-ші шағын аудан базарының алдындағы көлік қозғалысын өздеріңіз көріп өткендей, күрт көбейіп, сол аймақтарда жол көлік оқиғалары көп орын алып отыр қазір. Көлік жүргізушілері тарапынан жіберілетін жол ережесін бұзу деректерін айтпағанда, жаяу жүргіншілердің де жолда жүру мәдениетінің төмендігі өз алдына бір тақырып. Жол сақшыларының айтуынша, көбіне жаяу жүргіншілер белгіленбеген орыннан жолды кесіп өтеді. Мұнымен олар жол қозғалысына кедергі жасайды. Жолдан жаяу жүргінші арналған жерде неге өткізіңіз, соны қысқаша түсіндіресіз бе? Білесіз бе, Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіне қайшы келеді? Старший дорожный старший хотя бы. Вы знаете, что согласно требованиям административного законодательства Республики Казахстан вы должны переходить на установленных специальных пешеходных переходах. Только что было зафиксировано то, что вы переходили автодорогу в районе 11 микрорайона Заман в неустановленном месте. В связи с чем подаете плохой пример детям. Вы согласны с этим? Бұл полиция инспекторы. Ақтау қаласы бойынша барлық қауіпті аймақтарға жол полиция қызметкерлерінің күшейтілген жұмыс күші қойылды қазір. Көбіне қазір бізде ең көп жол ережесін бұзу бұл біздің жаяу жүргіншілердің кесірінен болатын жол көлік оқиғалары көбеюде. Соған байланысты қазір осы акцияны жүргізудің мақсатының өзі осы жол жүру ежелен жолда жүру жүргіншілерге де және жүргізушілерге де. Біздің қаламызда қазір көліктің санының күрт көбеюіне байланысты жол көлік оқиғалары күрт көбейді қазір. Соған байланысты біз осы шараны жүргізіп отырмыз. Осының алдын алу, осы шараның барысында барлық Ақтау қалалық тұрғындарына және жүргізушілеріне, жаяу жүргіншілерінен сұраймыз жол ережесін сақтауды. Былтырға қарағанда қазір көліктің саны күрт көбейді және жол көлік оқиғасы алдын алып отыр қазір. Оның ішінде мынау жаяу жүргіншілердің жол ережесінің білмеулігі көбеюде қазір. Біз сол бағытта жұмысты жандандырудамыз. Жасыратыны жоқ, көбіне жол қозғалысы ережесін сақтауды естен шығарып жататынымыз бар. Айта кету керек, талап пен тәртіп күшейтілгенін ұмытпаған абзал. Олай дейтініміз қазіргі заңнама бойынша жолдың тәртібіне жүргізушімен қоса жаяу жүргінші де жауапты. Оны әрбір көлік жүргізуші де, жаяу жүргінші де білуі керек. Біліп қана қоймай, осыны әркез орындауға міндетті.